Саламатсыздар ма? Онлайн сұхбат көрермендері. Бүгінгі біздің Шалқар аудандық тарихи-өлкетану музейінің кезекті онлайн сұхбатының тақырыбы Әбдіғали Төлегенов әдеби кейіпкер әрі майдангер деп аталады. Соғыс туралы әңгіме қозғалып, партизандар соғысы туралы айтылғанда, Шалқардан шыққан екі партизанымыздың есімі әрдайым қатар аталады. Олар югославтар батыр деп қастерлеген Төлтай Шанов және де Әди Шәріповтің шығармаларының Төлегенов. Партизан Әбдіғали Төлегенов 1917 жылы Шалқар ауданының нөмірі 11 ауылында шаруа семьясында дүниеге келген. 1939 жылы фин және жапон соғыстарына қатысқан. Ұлы Отан соғысында Белоруссия жеріндегі Караченко басқарған партизан бригадасында жаумен соғысқан. Соғыстан аман-есен оралып, елге келгеннен кейін ел ішінде орман шаруашылығында бригадир болып еңбек етіп, бейбіт өмірдің куәгері болған ардақты ардагеріміз. Ардагерімізді ел халқымыз қастерлеп, кейіннен осы қала ішіндегі көшеге осы Әбдіғали Төлегенов атамыздың есімі берілді. Яғни, әңгімеге арқау болып отырған басты кейіпкеріміз майдангер бола тұра әдеби шығармалардың кейіпкері екендігіне әркімнің де таңданатыны анық. Олай болса, сұхбатымыздың тақырыбының мән мағынасын ашу, кеңінен түсіндіру, осы Әбдіғали Төлегенов атамыздың өмір жолы мен майдандағы жолдары туралы мол мағлұмат беру мақсатында бүгін біздің онлайн сұхбатымызға осы Әбдіғали атамыздың жиені Әліби Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Жанар Темірханқызы келіп отыр. Саламатсыз ба, Жанар Темірханқызы? Онлайн сұхбатымызға майдангер, партизан, нағашы атаңыз Әбдіғали Төлегенов туралы сұхбат беруге келіскеніңіз үшін ең алдымен сізге алғысымызды білдіреміз. Ендігі сөз кезегі өзіңізде. Жанар Темірханқызы, ең алдымен осы Әбдіғали атамыз майдангер әрі әдеби кейіпкер ол. Осы атаның образы қандай шығармаларға арқау болған? Осы сұраққа жауап ретінде әңгімеңізді бастасаңыз. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті инста тыңдармандар, Айгүл Аманқызы. Әрбір майдангердің өшпес ерлігін дәріптеп жатқан істеріңізге береке тілеймін. Ұлы жеңіске жету үшін әр жауынгердің, әр тыл еңбеккерінің есімі бүгінгі ұрпақ үшін аса қастерлі. Соның ішінде менің атам Жеткерген, әжем Зейнел әжемнің, сондай-ақ нағашы атам Әбдіғали Төлегеновтың болуы біздер үшін, жас ұрпақ үшін өте абыройлы мақтаныш деп айтқым келеді. Енді нағашы атамның есімі Шалқар энциклопедиясы, Ақтөбе энциклопедиясы, сондай-ақ ұлы жеңіске үлес қосқан шалқарлық қаһармандар атты естелік кітапта, республикалық Шла война народная атты тарихи естелік кітапқа есімі енген. Ақтөбе облыстық, республикалық, аудандық баспасөздерге бірнеше мақалалар жарияланды. Соның ішінде ойы балар орны бөлек, ол белгілі партизан, кезінде жазушылар одағын басқарған Әди Шәріповтің бірнеше шығармаларында кейіпкер болуы. Атап айтсақ, Арбасу повесі, Ормандағы от, Тон, Партизан қызы повестерінде нағашы атам басты кейіпкер болып сомдалған. Жанар, енді осы шығармаларда Әбдіғали Төлегенов атамыздың есімі Батырхан деп келеді. Оның Батырхан аталығының себебіне тоқталсаңыз. Өте жанды сұрақ. Бұл сұрақ бүкіл нағашы атамның образын ашып береді деп айтуға болады. Себебі сұрапыл қан майданда небары 20-дан әр асқан жас жігіттің жаудың оғының астында жүріп, өзінің жауынгер достарының ілтипатына бөленіп, Батырхан атануы ол кез келген адамның қолынан келе бермейтін үлкен бір ерлік деп баға беремін.
расында да Батырхан партизан қызы шығармасында былай суреттеледі. Мына Батырханды отқа да суға да салуға болады. Ол Қазақстанның даласында өссе де, орман ішінде компассыз ақ адаспай жүреді деген сипаттама берілген. Осы жолдарды оқығанда мен атамды сонау Алпамыс батыр, Қобыланда батыр жырындағы образ сияқты сезінемін. Отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын. Бұл менің атамның, яғни нағашы атамның әскери тапсырмаларды, өте жауапты әскери тапсырмаларды шынайы орындап, үлкен жауапкершілікпен орындап келетіндігі және аман-есен келетіндігі сол кезде өзінің достарын таңғалдырған. Расында да Батырхан десе, Батырхан оның ата-бабасы текті Есет батыр, Көтібар батыр, берісі өзі сол қан майданнан аман-есен оралуда. Өзі барлаушылық қызметке көп жіберілген екен, шығармалардан танысуым бойынша. Және де жаудың эшелонын жаруға, яғни бомба, мина, жаңағы оқ-дәрі жаруға жіберіледі екен. Сонда қасындағы өкінішке орай достары ажал құшып жатып, немесе жарақаттанып жатқан кезде де қандай құдіреттің бар екені белгісіз, атам содан аман-есен оралады екен. Сонда міне нағыз Батырхан деп баға берген партизан қызында да, Арбасу шығармасында да осындай жолдарды кездестірдім. Бұл Батырхан деген есім атама соғыстан кейін орта жасқа келгенде өмірден әжеміз өтті. Әр баласына әрі әке, әрі ана болып соның бәрін жеткізді. Сондай бейнетті көре тұрса да, ол Батырхан деген есім маған баға келген, құт тартқан есім деп айтып отыратын. Осы есімді кейін бейбіт өмірде өзінің кенже баласы Кенжеғалидың үлкен ұлы Батырхан деген немересіне берді. Немерелерінің ішінде осы Батырханды бір төбе көреді, ол қазір Қандыағаш қаласында тұрып жатыр. Отбасылы, жақсы, есен сау, саламатта. Осы шығармалардан бір үзінді келтіріп оқып жіберсеңіз? Енді кішкене толқып отырмын. Бірінші рет мен нағашы атам туралы сұхбат беріп отырмын сіздерге. Сондықтан бұл кешірімді деп ойлаймын. Енді ол біз жыл сайын 9 мамырдың қарсаңында барлық балалары, жиендері болып, атамыз туралы жазылған шығармалардың бәрін парақтап оқып, оны бірге бөлісіп талқылаймыз. Яғни кішігірім отбасылық конференция өтеді десе де болады. Арбасу шығармасында былай деп айтылады. Яғни жараланған жылқыны көреді, сонда ішіндегі Ақылбек деген майдандас досы жылқыны сойып алайық дейді. Сонда атам ол жараланған жануарды қимай көзіне жас алады. Бұдан мен атамның кез келген тіршілік иесіне жанашырлығын тани алдым. Енді бір қызығы сол жылқыны сойып алады. Сойып алғаннан кейін Сергей деген досы ішек қарын лақтырып, атам сол ішек қарынды бұлақтың суына тазалап, үлкен шелекке асып, кешке таман әрбір жауынгерге осып құйып береді. Сонда Сергей, жылқының ең дәмді еті осы екен ғой, мен бірінші рет дәм татып тұрмын деген екен. Сонда жүрген жерінің бәрі қазақылы, кеңпейізділі, қазақтың салт дәстүрін насихаттап отырған адам болған екен. Және де партизан қызы Майя деген шығармада Майя аталу себебі Жылбек пен Жамал деген ерлі зайыпты партизандар болады. Соның қызы өмірге келеді, сол сұм соғыстың ортасында. Содан менің атам қатты қуанады. Майя деген менің қызым деген сөз ғой деп. Сонда жоқ, Майя деген бұл май айында туғасын Майя деп атадық дейді. Кейін сол Майя былдырлап тіл шыққан кезде кімнің қызысың дегенде мен партизан қызымын деп жауап береді екен. Сол шығармаға арқау болған екен. Сонда менің нағашы атамның балаша қуана білетіндігі, баладай пейілінің ақтығы сондай тәнті етеді. Және де
барлаушылар хабар береді ғой радио қабылдағыш арқылы. Сонда атамның туған жеріне деген әр жауынгердің сағынышын жеткізген секілді мынадай жолдар кездеседі. Үлкен жер, мен партизанмын. Ақтөбе жерінде Шалқар станциясында Набережная деген көшеде Құрма деген сүйген жарым бар, соған сәлем айтыңдар деген. Сонда бұл сөз арқылы сол кездегі 20 жастағы әрбір жауынгердің туған жерге деген сағынышы жетіп жатқандай. Расында да Құрма әжем кейін күтті сол соғыстан аман-есен келуін, кейін ұрпақтары дүниеге келді, отасып балаларға жақсы тәрбие берді. Міне сонда әжемнің де атамның да есімдері осы шығармада кездеседі. Осы атамның образын сомдаудағы жазушының шеберлігіне және шынайы жеткізе білгендігіне өте сүйсініп, қайта-қайта оқып, тіпті әр бетін барлық нағашыларым бар үлкен, олардан тарап отырған балалары бар, және жиендер біздер бәріміз бірге оқып, талқылап, солай ой бөлісіп отырамыз. Міне бүгін сіздермен де сол кітаптың беттерін парақтап отырмын. Енді Жанар, сіздің осы нағашы атаңыз шынайы өмірде қандай адам еді? Шынайы өмірде ол кісі ауыр жарақаттанған, соғыстан өлім аузынан қалып аман-есен келген деп айтуға болады. Себебі мен өзім көзім көрді, басынан жарқыншақ тиген оқтың ізін, жауырындағы тесік оқтың ізін және шынтағын жалап өткен оқтың ізін өз көзімен көрдім. Талай соған май жағып, осы күніне шүкіршілік етіп отыратын. Сондай ауыр, енді ресми түрде айтсақ контузия дейді, осындай ауыр соққы алып келген 44 жылы сол сәтте Әди Шәріповті ажал оғынан аман-есен алып қалған екен, өзі жарақаттанғанына қарамай. Сонда Әди Шәріпов уәде берген екен, ертең елге аман-есен оралсам, міндетті түрде сен кейіпкер боласың шығармаларың деп. Сол сөзінде жазушы да тұрды, атам да соған лайықты образды сомдай алды. Өмірде де сол образында болды. Түк сөйлейтін, ұнамаса бетке айтатын, аса рахаттанып батасын беретін, арқаланатын, сондай бала жанды, балаларын өте немерелерін жиен немере деп өлген жоқ, барлығымызды бірдей жақсы батасын беріп, әрқайсысын бір төбе көріп отыратын. Өмірде де осы күйінде, кітапта қандай аңқылдақ, баладай кең пейілді болса, өмірде де сол күйінде қабылдадық. Атам сондай болды. Сосын бір байқағаным, соғыс туралы киноны мүлдем көрмейтін, оқтың даусын, минаның жарылғанын естігенде қатты жүрегі толқитын, және де ойын қылып біз сұрақ қоямыз ғой, ата қанша неміс өлтірдің деп, сондай сұрақтарды, бос сөздерді ұнатпайтын. Мына көзіммен қан көрдім, мына қолыммен мылтық ұстадым, сендер үшін күрестім деп, әр сөзінде батасын беріп, сол кітаптағы кейіпкерді қалай таныса тыңдарман, оқырмандар. Өмірде де адам сол күйінде әппақ баладай пейілді болды. Жазушымыз Әди Шәріпов өмірдегі Әбдіғали атамызды шынайы сомдады дейсіз ғой енді? Шынайы сомдай білген. Жазушы да кейіпкерді таңдай білген, кейіпкерді сол неге образға лайықты болған дейміз ғой енді, солай ғой. Осы енді кейінгі артында қалған ұрпақтары туралы не айта аласыз? Ұрпақтары, атамның ұрпақтары бар, шүкір. Қазіргі таңда Ақтөбе, Шалқар қалаларында балалы шағалы, үйлі баранды болып өмір сүріп жатыр. Үлкен ұлы, енді бұл үлкен ұлын өзінің әкесінің бауырына басқан Амангелді деген нағашым болды. Төкен деген келіні болды. Екеуі де өмірден өтті, бірақ өмір бойы ол кісілер атамыздың баламыз деп кетті. Сол
Амангелді нағашымнан тараған белді мұғалім, қызметкерлер Ақтөбе Шалқар қаласында. Одан кейінгі Құдайберген Төлегенов ұзақ жылдар Ыдырыс Үргеншбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектепте физика пәнінен сабақ берді. Оның жолдасы Рай апай бірінші мектепте орыс тілінен сабақ берді. Екеуі де әулеттегі көшбасшы мұғалімдер династиясы. Біз соның соңына ерген кішкентай ізбасарларымыз. Ол кісінің де әкесі қан майданда соғысқа қатысып, жаумен бетпе-бет күрескен. Ол кісілер қазір Шалқарда қуатты, екі қыз баласы да мұғалім, ұлағатты ұстаздар. Одан кейінгі менің анам қазір Шалқарда тұрады. Одан өрбіген 6 баламыз, жиендері шүкір. Одан кейін Мұхамбет Сапа деген нағашым бар. Ол Әбдіғали Төлегенов атындағы көше бар. Сол көшенің тұрғыны. Көзі тірісінде атам сол көшеге берді есімін. Одан кейін Дүйсенбі деген нағашы ағам өмірден өтті. Балалары бар. Осы Басенов көшесінде тұрады, Астанада. Одан кейінгі Гаухар деген тәтем бар, нағашы тәтем. Ол Қандыағаш қаласында қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Және Кенжеғали деген нағашы ағам бар, кенже баласы. Ол да Қандыағаш қаласында теміржол саласында еңбек етеді. Олардан тараған мұғалім ұл қыздар, тарихшы, әдебиетшілер, олардың да айтатындары, мен нағашыларым айтатындары өте көп. Бірақ бүгін сізбен сұхбат жүргізіп, осындай бір тарихи сәтке алғаш рет куә болып отырғаныма қатты қобалжып та, қуанып та отырмын. Ол кісілермен де тікелей эфирге байланысқа шықсаңыз, көп деген тың деректер, жақсы естеліктер айталады дегім келеді. Қазақта бар ғой, ұрпағымен ұлтпан мың жасаған деген. Сол сияқты Әбдіғали атамыз да өзінің балаларымен, немере жиендерімен мың жасайды деп ойлаймын. Енді бүгінгі қазіргі таңда бізде енді онлайн сұхбатымыз осы партизан туралы, соғыс ардагерлері туралы, батыр бабаларымыз туралы жер-жерде өткізіліп жатыр. Енді бүгінгі онлайн сұхбатымыз өз мәнінде өтті деп ойлаймын. Біздің осы онлайн сұхбат ұйымдастырған кезде біздің өзі музейіміздің атынан онлайн сұхбаттан естелік ретінде мына алдарыңыздағыдай афиша жасалады. Және осыны өткізуге келіскен онлайн сұхбат қонағымызға біздер салтанатты түрде табыс етеміз. Ендігі бүгінгі онлайн сұхбатқа келіп қатысып, шағын болса да ой бөліскеніңіз үшін көптен көп рахмет. Және осы шалқарлықтарды, бүткіл барлық қазақстандықтарды алдағы мерекелерімен құттықтау жолдасаңыз. Бұл 9 мамыр мерекесі біз үшін өте қастерлі, ең ұлық мереке болып табылады. Өйткені әр қайсымыздың атамыз, әжеміз, әкелеріміз, аналарымыз тылда еңбек етті, жауда, соғыста жаумен айқасты. Сондықтан бұл өте қастерлі, орны бөлек мереке. Енді қазірде ата әжеміз өмірден өтті, бірақ үлкен көз көрген аналарымыз, әкелеріміз келіп, ой, партизанның жиені мереке құтты болсын деп жатқан кезде өте сондай төбеміз көкке жетіп қуанып қаламыз. Сол мерекенің қастерін ұқтырған сондай жақсы жандар аман болсын. 9 мамыр сайын нағашы атамның әрбір келіні, қыздары, балалары дастархан жайып, қонақ күтіп, Құран бағыштап, сондай бір үлкен құрметпен өткізеді бұл мерекені. Сол секілді Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі әрбір отбасы бұл мерекені осылай атап өтеді ғой деп ойлаймын. Сондықтан осындай жақсы бейбіт заманға жеткізген ата-бабаларымыздың әруағы қолдап, жақсы күндерде жолығайық, жамандықты өзіміз қолдан жасамайық. Өйткені осындай бейбіт күн үшін қаншама боздақтар өзінің қыршын өмірін берді. Жаумен алысып, жанын жарақаттады, тәнін жарақаттады. Ортаға оралып, елге қызмет етті.
міне осының барлығын бағалай білген саналы ұрпақ жамандықтан аулақ жүреді ғой деп ойлаймын. Осындай ата бабаларымызды тек мереке тұсында ғана қастерлеп құрметтеп еске алып қана қоймай, үнемі жастардың жадына тәрбие мен білім көзі ретінде насихаттап, айтып, үлгі етіп отыру қажет деп айтқым келеді. Барша халыққа амандық пен жақсылық, береке, байлық тілеймін. Және де осындай тебіреніске толқулы сәтті ұйымдастырған сіздерге, Нағима Шынқұловна басқарып отырған музей ұжымына көп рахмет айтамын. Енді сөз арасында қатты толқып, тебіреніп кеткен тұстарым болса кешірім сұраймын. Оқырмандар да, тыңдармандар да менімен бірге көзіне жас алып, өздерінің ата-бабаларына деген құрметін білдіріп, басын иіп отыр ғой деп бағалаймын. Себебі мына жерде қаншама пікірлер айтылып жатыр, сол пікірлердің барлығын көзім шалып оқып отырмын. Енді маған қойылған сұрақ жоқ па екен, қосымша оқушыларым да қатысып отырған осы тікелей эфирге. Сұрақтары болса, сіздің көмекшіңіздің қоятын мен жауап беруге дайынмын. Енді сұрақтарды қарай тұрсын. Жанар, енді осы Жанар және осы қала тұрғындары, ауылды елді мекен тұрғындары біздің Шалқар аудандық тарихи өлкетану музейінде осы Ұлы Отан соғысы бөлімі бар. Осы Шалқар ауданынан аттанған барлық ардагерлеріміз, партизандарымыз, тыл ардагерлері, солар туралы толық мәліметтер қамтылған. Енді амандық болса, осы мына әлемдегі болып жатқан жағдайдан аман есен шығып, жаңағы еркіндікке шыққаннан кейін енді осы музейге келіп, барлық осы көрермендер келіп біздің музейдегі экспозициялармен танысуға шақырамын. Сіздердің сол 1941-45 жылдарға арналған жеңіс бөлмесі бар ғой. Сол бөлмеден өткен кезде кәдімгідей қуанып, еңсемді көтеріп, рухтанып шығам. Себебі оң жағымда нағашы атамның арналған бұйымдары, бұрышы бар. Сол жағымда атам мен әжеме, өзімнің жеткерген атам мен Зейнел әжеме арналған бұрыш бар. Үнемі соны мақтан етіп отырамын. Өзімнің балаларыма да, оқушыларыма да мақтаны көрсетемін. Сол секілді әрбір қазақстандық, әрбір шалқарлық солай мақтана алады ғой деп ойлаймын. Осындай менің айтып жүрген сөзімді ескеріп, осындай сұхбат алуға шақырып отырсыздар ғой сіздер. Сіздердің істеріңізге сәттілік тілеймін. Қаншама ұрпақтың санасын жаңғыртып, ата-бабасын өзіне қауыштырып жатсыз. Еңбектеріңіз еселене берсін. Сізге бір сұрақ келіп тұр екен, мектептерде осы тұлғалардың насихатталуы қалай? Өзің сабағында қалай насихаттап жүрсің деп сұрақ қойып жатыр көрермендеріміз. Жақсы, өте менің жұмысыммен астасып жатқан сұрақ екен. Әрине біз бұрын партизан қызы шығармасы мектеп бағдарламасында болған, қазір жаңартылған білім мазмұны бойынша алынып тасталды. Дегенмен біз бұл дәстүрді жойған жоқпыз. Жақында ғана өзім авторлық жоба қорғап, бүгін облыстық вебинарда оның тұсауын кесіп, яғни Ұлы Отан соғысы туралы кітап оқы деген акция жасап, оқушылар арасында партизан қызы шығармасын оқиық деген конкурс жариялаған болатын. Оған тек қана бір өзім сабақ беретін 6-шы сынып оқушыларын тарттым. Ол конкурс жүлделі, яғни бірінші орынға 5000 теңге, екінші орынға 3000 теңге, үшінші орынға 2000 теңге сыйақы тағайындалған. Оның демеушілері осы Әбдіғали Төлегеновтың ұрпақтары, менің нағашыларым демеуші болып, мен осылай әзірше насихаттап жатырмын. Бұл енді әрбір тек қана өзімнің атаммен ғана тоқтап қалмаймын деп ойлаймын. Әрбір сәтте барлық Ұлы Отан соғысы туралы шығармаларды қамтып, ұлы ерлікті қастерлеуге деген балалардың сүйіспеншілігін, қызығушылығын арттыруды өзіме мұғалімдік және азаматтық мақсат ретінде қойып отырмын. Осылай насихатталып жатыр.
Дұрыс, рахмет. Енді жаңа ұйымдастырып жатқан шараңыздан да сіз үлкен жетістікке жетіңіз. Дұрыс қой, біздің кейінгі ұрпаққа кітап оқуға шақыруымыз қажет. Барлық қазына кітапта. Сондықтан кітаптан әрдайым өзімізге қажетті мәліметтерді алып тұрайық. Ендігі қазіргі қоғамдағы болып жатқан жағдайға байланысты не айтар едіңіз халыққа? Иә, енді бұл оқшаулану, үйде қалу, барлығы елдің тыныштығы мен денсаулығының мықтылығы үшін ғой. Сондықтан болып жатқан жайды сабырмен қабылдап, өзім оқушыларға айтам, үйде отырып кітап оқы деп. Өйткені кітап еңбегіне ақы сұрамайтын таусылмас қазына деп Әлшер Науи айтқан екен. Сол қазынаны үйден табыңыздар, отбасыңызбен бірге болыңыз деп. Сондықтан сабыр берсін, кешегі Мақтааралдағы жағдайда кішкене барлығымыздың уайым салып, қалай болар екен деген сондай ойға қалдырып жатыр. Бірақ бір қиындықтың артында мың жақсылық бар екеніне өмір бойы сеніп өткен қазақ халқымыз, ол күндерді де еңсереміз, еңсеміз тік, рухымыз биік, байлығымыз тек мәдениет пен әдебиет пен өлшенетін деңгейде өмір сүретін жақсы саналы ұрпақ берсін бізге. Рахмет, Жанар Темірханқызы. Енді бүгінгі онлайн сұхбатымызға қатысқаныңыз үшін, жаңағы екі жұртыңызда, нағашы жұртыңызда, өз жұртыңызда тегін адамдар болмаған, яғни соғыс ардагерлері, батырдың тұқымы екенсіз. Әрдайым осылай аманшылықта кездесейік, өзіңіздің ұстаздық еңбегіңізден әрдайым жақсы шәкірттер тәрбиелеп, жақсы күндерде жолығайық. Рахмет, сау болыңыз. Иә, рахмет сіздерге де көп-көп алғысым шексіз. Жаңа бір сөзінде ұмытып кетіппін. Менің тұсауымды кескен осы нағашы атам еді. Сондықтан да болар сәттілік, жақсылық, жақсы адамдар жанымнан табылып жатады. Шүкіршілік етемін. Бүгін менің атам да бір аунап түсіп жатқан шығар. Өзі жиендерінің ішінде мені бір төбе көруші еді. Бүгін сол үмітін ақтадым ғой деп ойлаймын. Көп жылғы бір арманым орындалғандай. Көп-көп рахмет айтам сіздерге. Тағы да Нағима Шынықұлынаға, қасыңыздағы көмекші әріптестеріңізге, өзіңізге бәріне дұғай сәлем, амандықта болыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыз, амандықта кездесейік.